13 абайдың қара сөзінде дін туралы, сенім туралы айтылған. Абай Аллаға қызмет етудің екі түрі бар деп айтты. Біріншісі, ол иманды қасиет нәрсеге ретінде қабылдап қана қоймай, және ол қалай сен өзің сенесің, қалай өзің дін туралы ойлайсың. Ол сенің көз қараған дін туралы. Бұл саналы сенім және оның жүзеге арасындағы сенуші деп айтуға болады. Бірінші түрінде ол сен иманың өте қатты, сен өзің сенесің. Екінші туралда адамдар мұланың сөздерін немесе қасиетті кітаптарын оқудан қорғаған кезде бұл сенушілер өзін сенімі жоқ, әлде бар, бірақ ол қатты өзіне сенбейді, ол кітаптардан, мұладан естеп оларға сенеді. Бірақ біріншіден Абай айтты, біріншіден сол сөзде айтылған, біріншіден сен өзіне сену керек. Өзің иманның нашар болмау керек. Сен ішінде не бар, соны сен қаттырақ істеу керек. Содан кейін сен өзің табасың. Дін сенімін өте қатты болады. Өзің сенсең. Әлде сен тек қана кітаптарды оқып, тек қана мұлдаларды не айтқанын істесең, ол сен емес, сен өзің сенбейсің. Сен оларды істеп, олар не айтады, соны істейсің, бірақ ішінде сен білмейсің не істеу керек.